сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. 7-ші тапсырма. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыра отырып, қарамен жазылған сөйлем мүшелеріне сұрақ қой. Не байқадың? Арнұр мұражайға келді. Әли әкесімен отырарға келе жатыр. Келді, не істеді? Келе жатыр, не істеп жатыр? Үлкен, қандай? Өте үлкен, қандай? 2, неше? 28, неше? Сөйлем мүшесі бір сөзден де бірнеше сөзден де жасала береді. Жеке сөзден жасалған сөйлем мүшесі дара мүше деп атайды. Мысалы, Марал кесенеге келді. Екі не одан да көп сөзден жасалған сөйлем мүшесін күрделі мүше деп атайды. Мысалы, Марал кесенеге келе жатыр. 8-ші тапсырма. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Толағайдың туралы аты бар. Толағай туралы атыңды тағалатып ал. Күрделі мүшені тап, оның қай сөзбен байланысқанын сызып көрсет. Бұл жерде күрделі мүше толағай туралы атыңды тағалатып ал. Осы бізде күрделі мүше. 9-ші тапсырма. Мәтіннен күрделі мүшелерді тауып, неліктен күрделі мүше болатынын дәлелде. Әкең Мұхаммед Құсайын мырзаның өз дегенінен қайтпайтын мінезі бар. Бала күнінен ата-баба тарихын құлағына құйып өсті. Олардың жүріп өскен жолдарына дейін жатқа білетін. Аталарының іс-әрекеті ол үшін үлкен мәртебе. Солардың халқына еткен қызметін мақтаныш тұтатын. Аталарындай болу оның бала күннен бергі мақсаты еді. Мына заман оған мүмкіндік беріп пе, Мәулен ісіне бірдеңе түскендей үнсіз қалды. Мұхаммед Хайдардың екі көзі ұстазында. Ол үшін одан асқан данышпан жоқ тәрізді. Бұл жердегі дара мүшелер, күрделі мүшелер. Әкең Мұхаммед Құсайын мырзаның өз дегенінен қайтпайтын мінезі бар. Және де олардың жүріп өткен жолдарына дейін жатқан білетін. Осы бізде күрделі мүше себебі бұл сөйлемде екі және одан да көп сөздерден жасалған болып тұр. Сол себепті бұл сөйлемдер бізде күрделі мүшелер. Ойыңды дәлелдеп үйрен. Бұл күрделі мүше өйткені екі сөзден құралған. Бәрі бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқарады. Дереккөздерден Мұхаммед Хайдар Дулати туралы ақпарат ізде. 10-ші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Талабы жоқ бала білімнен құр қалады. Ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Мұғалім оған түсіндіре бастады. Сәуленің әкесі ұзын бойлы адам екен. Біздің мектепте 800 оқушы бар. Сөйлем мүшелерін талда. Олардың қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Осы сөйлемдерде дара, күрделі мүшелер. Талабы жоқ бала білімнен құр қалады. Күрделі мүшелер. Ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Он бірінші тапсырма. Суреттерге қарап сөйлемдердің күрделі мүшелерін тауып жаз. Ат бәйгеде озып келді. Байжан сурет салды. Бақта Ержан көп алма терді. Ерлан мен Дарын шахмат үйірмесіне жазылды.
Бұл жерде бізде күрделі мүшелер ат бәйгеде озып келді және де бақта ержан алмаларды көп терді. Күрделі мүшелер сөйлемнің қай мүшесі екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Күрделі мүшелер сөйлемнің бастауыш пен баяндауыш сөз таптарынан жасалған және де зат есім, сын есім сөз таптарынан жасалған.